Nurым? Сәлем апай. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Бүгінгі іс-әрекетке дайынсың ба? Иә. Ендеше бастаймыз ба? Иә. Бастаймыз, кеттік. Оп, жарайсың. Нұрым, қазір жылдың қай мезгілі? Көрінді. Дұрыс айтасың, күз мезгілі, кәне көрейікші. Ой, жарайсың. Қандай мезгіл екен? Қандай ерекшеліктер болады екен? Қандай ерекшеліктер болады екен? Апарам. Сарғайып, қарашы кәне, жапырақта сарғайған екен, көрейікші кәне. Сарғайып жерге түседі екен, иә, қара? Жарайсың. Сосын тағы да қандай ерекшелік болады? Көрейікші кәне, қандай ерекшелік? Не жауады екен? Жаңбыр. Дұрыс айтасың, жаңбыр жауады екен, иә, қараңдар, жаңбыр. Күн суытады, жаңбыр жауады екен, иә? Жарайсың. Енді қарамаған Нұрым. Біз тыныс алу жаттығуымызды жасап алайық, иә? Көзімізді жұмамыз, кәне көзімізді жұмамыз. Мұрнымызбен терең дем аламыз. Мұрнымызбен кәне 1, 2, 3. Жақындаймыз. Тағы да үрмейміз. Тағы да. Жарайсың. Нұрым, қараш кәне, ағаштағы жапырақтар ұшып, қандай дыбысқа айналды? Дұрыс айтасың. Біз өткен іс-әрекеттер дыбысымен таныстық, иә? Енді бүгін біз сол дыбысын әдемі айтып машықтанамыз. Келістік па? Сәлем балалар, көңіл күйің қалай? Жақсы. Бүгін сіздерге қызықты ойын алып келдім. Менімен бірге ойнауға дайынсыңдар ма? Ойынның атауы бұл менің дауысым деп аталады. Дайын болсаңдар, бастайық. Мұқият тыңдаңдар. Астан. Арыстан. 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 Жарайсың, кәне қайталаймыз. Арыстан. Арыстан. Жарайсың, келесі мұқият тыңда. Келесі, бұл менің дауысым. Сиыр. Кәне, көрейік. Сиыр. 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 Жарайсың, келесі. Сыбыр. Арыра. Жарайсың. Сен барлық ойындағы тапсырмаларды өте жақсы орындадың. Саған ойын ұнады ма? Ұнады ма саған ойын? Олай болса, келесі кездескенше. Роботтың әкелген ойыны ұнады ма? Ұнады. Ендеше роботқа сау бол дейміз. Яғни Сау сау бол бол. робот. Нұрым, біз дыбысты анық айту үшін біз артикуляциялық аппарат мүшелерін жаттықтырып алуымыз керек. Яғни ернімізді, тілімізді жаттықтырып алсақ, біз дыбысты анық айтамыз. Түсінікті ма? Ендеше мына видеоға мұқият назар аударып, осы видеодағы жаттығуларды айнада жасайтын боламыз. Түсіндің ба? Жаттығуымыз су сиыр деп аталынады. Кәне балалар, аузымызды барынша қатты ашып, ұстап тұрамыз. Бірінші жаттығуымыз су сиыр деп аталынады. Яғни аузымызды ашып, ұстап тұрамыз. Жарайсың, келесі жаттығуымыз. Және осы жаттығуды қайтадан қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз тосап деп айталынады. Яғни тілдің ұшымен астыңғы және үстіңгі еріндерді сағат тілі бағытымен айналдыра жалаймыз. Тосап деп аталынады. Яғни тілмен ернімізді жалаймыз. Кеттік. 1, 2, 3. Нұрым, енді біз саусақтарымызға арнап жаттығулар жасап аламыз. Дайынбыз ба? Иә. Ендеше бастайық. Шапалақ, шапалақ. Жұдырық. Әне жұдырық. Жұдырық. Шапалақ. Жұдырық. Шапалақ. Жұдырық. Алақан. Тағалақ. Кәне. Окей. Алақан. Окей. Кәне. Аяқ. Шапалақ. Кәне шапалақ. Аяқ. Ой, жарайсың. Біз дыбысын әртүрлі қалыпта айтып машықтандырдық, иә? Енді саған құрастыр және ата деген ойын алып келдім. Мен саған ойынның шартын түсіндірейін. Мына суреттерді атау арқылы мына дыбысын құрастыруымыз керек.
Мен бірінші бір суретті қойып көрсетейін, қалған суреттерді сен орын-орнымен орналастырасың. Келістің ба? Ал мен бірінші шар суретін әкеліп қоямын. Енді сенің кезегің. Келесі. Зымыран. Қандай сурет екен? Зымыран. Келесі сурет. Қандай сурет? Шырша. Жарайсың. Келесі сурет. Қандай сурет? Арыстан. Дұрыс айтасың. Арыстан. Арыстан. Қоямыз кәне. Жарайсың. Келесі сурет. Үйрек. 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 Жарайсың. Біз қандай дыбысты құрастырып шықтық? Ірі. Дұрыс айтасың. Бүгін біз р дыбысын әртүрлі қалыпта айтып машықтандық, иә? Бүгін сен іс-әрекетке белсене қатысқаның үшін мен сені жұлдызшамен атақтағым келеді. Жарайсың.